Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі күннің тақырыбы электр тізбегін қалай көрсетуге болады? Оқушылар, электр тізбегін қарайық. Ол үшін мына кестеге назар аударыңыздар. Байқап отырғаныңыздай, тізбек элементтерін көрсету үшін шартты белгілер алынды. Ең бірінші бағанада электр құралдары бейнеленген. Олар батарея, шамдар, кілт, электр құралдары, розетка, қыздыру құралдары. Тізбектің әр элементі белгіленген, ал үшінші бағанда шартты белгілер қолданылған. Оқушылар, осы жерде ойланайықшы, бізге шартты белгілер не үшін қажет? Қане, оның суретін салып кетуге болмай ма? Әлде міндетті түрде шартты белгісін жасау қажет па? Батареялардың шартты белгісін қараңыздаршы, минус және плюстен тұр. Шамдарды қараңыздар, әр қайсына үңіліп қарап, жаңағы сұраққа жауап беріңіздер. Шартты белгілер не үшін қажет? Қане ойланайық. Мына суретте тек қана шартты белгілер берілген. Шартты белгілер қандай элементтерді білдіреді? Мұқият қараймыз, ал енді жауабы. Бірінші бізде электр құрылғы, тоқ көзі батарея, шам, қоңырау, қыздыру құралы, сым және кілт. Есімізге сақтап алайық. Мына суретте шартты белгілердің көмегімен электр тізбегінің сызбасын қалай көрсетуге болады? Көрсетіп қараңыздаршы. Сонда оқушылар, электр тізбегін шартты белгілердің көмегімен көрсетуге болады екен. Шам мен кілттің орнын ауыстырса, шам жұмыс жасай ма? Осы сұраққа кері байланыс ретінде жауап беріп көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сіздерге сәттілік.